Аманжолов, тәулік. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде таза табиғатпен ядролық қарусыз ғасырға атты аймақтық ғылыми конференция өтті. Невада Семей халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалысының құрылған күніне орайластырылған жиынға елдің бас экологы Мелис Елеусізов қатысты. Табиғатты қорғаушылар әлемдегі ядролық қаруға қарсы күрес, климаттың өзгеруі секілді жаһандық проблемалармен қатар елдің экологиялық ахуалын талқылады. Айман Болатқызы. Невада Семей ядролық жарылысқа қарсы халықаралық қозғалыс қоғамдық саяси ұйымы 1989 жылы 28 ақпанда құрылған. 29 жылдан бері әлемдегі ядролық қауіпті жою жұмыстарымен айналысып келеді. Біздің елде ұйым Семей ядролық полигонында ядролық сынақтарды тоқтатуға қол жеткізді. Ядролық мәселе енді халық түсінеді, не өзінің халқы тоқтатуға мүмкіншілігі бар. А вот табиғатты сақтау өте қиын, сезім жоқ әлі. Мемлекет басшыларда да, халықта да, бірақ өзгеріс үлкен болып барады. Аздан кейін көп шығынданады халықтардың бәрі. Су тасқыны болып жатыр бәр жақта, жер шағылға вулкандар ашылып жатыр, жер сілкіністер көбейіп кетті. Тайфун, ураган, оның бәрі қазір болатын болды. Оның бәрі шығынға апаратын заттар. Бүгін Жұбанов университетінде табиғатты қорғаушылар әлемдегі ядролық қаруға қарсы күрес, климаттың өзгеруі секілді жаһандық проблемалармен қатар елдің экологиялық ахуалын талқылады. Келесі жылы Невада Семей қозғалысына 30 жыл толады. Соған дайындық пысықталды. Маңғыстау өңірінің өзінде экологиялық мәселелер жетеді. Мәселен, теңіздегі мұнай компаниялары мұнай төгілу деректері орын алып жатады. Сонымен қатар адами фактор, теңізге жанашырлық танытпау, онан болып жатады. Сонымен қатар Қошқар-ата улы көлі бар, көп жылдар бойы ядролық полигондардың қалдықтары жиналып қалған. Ол да көп жылдар бойы шешімін таппай келе жатыр, бірақ Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжановтың шешімімен биыл 2 миллиард қаржы бөлініп, ол улы көлді залалсыздандыру жұмыстары қолға алынды. Сол сияқты осындай кешенді бағдарламалар әр өңірге енгізілсе, әр өңірдің проблемасын, экологиялық мәселені бірте-бірте шешуге болады. Ол үшін ең бастысы бағдарлама енгізілу керек. Ол бағдарлама жүзеге асырылуы қоғамның қатысуымен, азаматтық сектордың қатысуымен бақылану керек. Ақтөбеде елдегі экологиялық жағдайы нашар аймақтар қатарында, әсіресе өндіріс ошақтары шоғырланған қалада ауа қабатының ластануы жоғары. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, тәулік. Биыл Ақтөбе техника технологиялық